Егер сізде бау-бақша мен кітапхана болса, онда сізге қажет нәрсенің бәрі бар. Ізгілік адамдарды қорғаудан тұрады. Бақытты өмір жан тыныштығынан басталады. Жаман істі досың үшін істесең де, ақтау жоқ. Ешкімге жамандық жасамаңыз, және барлық адамдарға жақсылық жасаңыз. Кімде кім ұялмаса, мен оны айыптауға ғана емес, жазалауға да лайық деп санаймын. Өмірді даналық емес, сәттілік басқарады. Өз борышын өтеуден қуаныш тапқандар ғана еркін өмір сүреді. Ашкөз болмау, онсыз да байлық, сырап етпеу, табыс. Тіпті аштықтан қиналған жабайы жануарлар да бір кездері тамақтандырған жерге қайтады. Достық тек лайықты адамдарды біріктіре алады. Сіз қорқатын адамды да, өзіңізден қорқатын адамды да сүйе алмайсыз. Адам үшін ең жақсысы мүлде туылмау, одан кейін ең жақсысы тезірек өлу. Жаттығу көңіл күйіңізді көтеріп, санаңызды әлсіретпейді. Дүниеде достықтан жақсы және жағымды ештеңе жоқ. Достықты өмірден алып тастау дүниені күн сәулесінен айырумен бірдей. Ешбір өнертабыс бірден кемел бола алмайды. Шынайы достық болмаса, өмір ештеңе емес. Қартайған шақта жалқаулық пен бекершіліктен артық сақтанатын ештеңе жоқ. Өмір қысқа, бірақ даңқ мәңгілік болуы мүмкін. Жастықта қаланған іргетастың арқасында кәрілік берік. Саған өзіңнен артық ешкім кеңес бере алмайды. Данышпанның өкінетін іс жасауы әдеттен тыс нәрсе. Қорқыныш пен қауіпте біз ғажайыптарға көбірек сенеміз. Жер бетінде үйден артық жер жоқ. Кез келген адам қателеседі, бірақ тек ақымақ қана өз қателігінде табандылық танытады. Ғашық адам үшін ештеңе қиын емес. Адам неғұрлым жақсы болса, соғұрлым оның басқаларда намыссыз деп күдіктенуі қиын болады. Біздің көз жасымыз тез кебеді, әсіресе басқа біреудің бақытсыздығынан көз жасын төксек. Әр адам өзінің ішкі дүниесінің көрінісі. Адам қалай ойласа, ол өмірде де солай болады. Соңы бар нәрсенің бәрі қазірдің өзінде қысқа өмір сүреді. Соңы келеді, және өткеннің ұшып кеткені белгілі болды. Әркімге қанша жас берілсе де, соған қанағат ету керек. Өйткені актер драманы басынан аяғына дейін ойнамай-ақ жетістікке жетеді. Оған қолында бар спектакльдерде оның көңілінен шығу жеткілікті. Сол сияқты данаға соңғы қол шалықтауға барудың қажеті жоқ. Достық барлық адамдардың өміріне енеді, бірақ оны сақтау үшін кейде қорлауға төтеп беруге тура келеді. Адам ұмтылатын нәрсенің бәрі жақсы емес. Қазіргі уақытта мақтанатын ештеңе болмаса, олар кешегі еңбегімен мақтанады. Ең үлкен жеңіс өзіңді жеңу. Қартайғанда ашкөз болу ақымақтық, жолдың соңына жақындай берген саяхатшының оның азығын артық көбейтіп не керек. Мақтанған сөздер әлсіздіктің алғашқы белгісі, ал ұлы істерге қабілеттілер аузын жауып тұрады. Шынайы достық ашық болуы керек, алаяқтықпен келіспеушіліксіз. Дұшпандар әрқашан шындықты айтады, достар ешқашан. Кітапсыз үй жансыз денемен тең. Жазасыздық қылмыстың ең үлкен ынталандырылуы. Сүйіспеншілік сұлулығымен баурап алатын адамның достығына жетуге деген ұмтылыс. Әдемі нәрсенің бәрі сирек. Ата-анаға деген сүйіспеншілік барлық ізгі қасиеттердің негізі. Ақымақтық басқалардың жамандықтарын көріп, өзіңіздікін ұмытып кету. Біздің күш-қуатымыз қалпына келіп басылмау үшін жеткілікті ішіп жеу керек. Адамдарды мінездерінің ұқсастығынан басқа ештеңе жақындата алмайды. Адам өзіне және өз шешімдеріне бағынуды үйренуі керек. Барлығы қартайғанша өмір сүргісі келеді, ал қартайған кезде оны кінәлайды. Сөзіңізді әзілмен жандандырыңыз. Бірде-бір зиялы адам сатқынға сену мүмкін деп санаған емес. Шешенің ең үлкен қасиеті қажет нәрсені айту ғана емес, қажет емес нәрсені де айтпау. Қорқынышты нәрседен гөрі қорқынышта жамандық көп. Маңызды істермен айналысып, ұсақ түйектерге немқұрайлы қарау керек. Күмәндану арқылы біз шындыққа келеміз. Кейінгі ойлар әдетте ақылдырақ болады. Достықтағы ең қиыны өзіңнен төмен адаммен тең болу. Лайықсыз адамдарға көрсетілген артықшылықтарды мен зұлымдық деп санаймын. Жоғалтып алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз.
Бейнеміз ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз және пікірлер жазыңыз. Қай дәйек сөз сізге ұнады? Келесі жолы біздің арнада кездескенше.